Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ысқасқызы. Бүгін сіздермен рахит ауру туралы сөйлесетін боламыз. Рахит ауру дегеніміз не үшін пайда болады, қандай түрлері бар және емі қандай. Осы туралы толық мәлімет алатын боласыздар. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, каналға міндетті түрде комментариялар жазып, видеомен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рахит ауру дегеніміз дүние жүзі бойынша ең жиі кездесетін сүйек ауруы. Біздің сүйегіміз әртүрлі микроэлементтердің жұмыс жасауының әсерінен түзіледі. Оның ішінде ең бізге сүйекке қажетті екі микроэлемент бар. Біреусі фосфат, екіншісі кальций. Бізде осы екеуіне орай осы рахитті екі түрге бөледі. Бірінші фосфат тапшылықты рахит, екінші кальций тапшылықты рахит. Енді бізде ағзада фосфат жетіспейтін болса, онда бізде сүйек түзілу бұзылады. Не үшін бізде фосфат жетіспейді? Егер тағам арқылы түспейтін болса, және түсіп тұрған фосфат асқазан ішек жолдары арқылы сіңбесе, бізде фосфат тапшылықты рахит пайда болады. Екінші түрі ол кальций тапшылықты рахит. Егер ағзада кальций аз болатын болса, немесе D витамині аз болатын болса, бізде кальций тапшылықты рахит пайда болады. Енді сіздерге түсіндірейін. Бізде кальций мен витамин D екеуі бірігіп жұмыс жасайды. Біздің кальций, егер D3 витамині, D витамині болмайтын болса, онда сүйек түзе алмайды. Потому что екеуі бірге жұмыс жасайды. Сондықтан ағзада D витамині де, кальций да өзінің мөлшерімен түсіп отыру керек. Енді D витамині бізде ағзада өте үлкен жұмыс жасайды. Соның ішінде сүйектің түзілуіне де қатысады. Сондықтан бізде анализ бойынша сіздер кальций мен D витаминін тексеріп отыруларыңыз керек. D витамині бізде екі түрі бар. D2 витамині және D3 витамині. D2 витаминін біз тағамдар арқылы аламыз. Ет, балық, жұмыртқа сияқты тағамдарда бізде D2 витамині жоғары болады, және де тағам арқылы біз сол витаминді аламыз. Екінші D3 витамині. D3 витаминін біз тері арқылы ультрафиолеттен, күннен аламыз. Егер жаңағыдай сіздерде теріңізде меланин деген пигмент болады, яғни меланин егер денеңізде көп болатын болса теріңізде, онда қара түсті тері болады. Сол кезде бізде D витаминінің сіңуі төмендейді. Осы пигмент жібермейді екен. Сондықтан қара нәсілдерде D витамині тапшылығы өте жоғары болады екен. Оны мен соңғы зерттеулер арқылы сіздерге айтып бөлісіп отырмын. Оқып шығамын десеңіз, сіздерге ссылкасын тастап кетемін. Осы статьяны, осы сайттарда оқып, өздеріңізде соңғы дәлелденген мәліметтерді біліп отырсаңыздар болады. Енді D витаминінің сіздер анализін тапсырдыңыздар. Анализ бойынша D витаминінің нормасы бізде жаңағыдай нанограмм на миллилитр деп өлшенеді. Енді егер сіздің анализіңізде 30 деп тұратын болса, ол өте жоғарғы дефицит деген сөз. 30-ға дейін болатын болса, мысалы 25, 20, там еще что-то, 30-ға дейін болатын болса, өте үлкен дефицит. Егер 30 бен 50-дің ортасы болатын болса, оның өзі аз деп есептеледі. Егер 50-ден жоғары болатын болса, ол норма болып есептеледі. Егер 250-ден жоғары болатын болса, D витамин, ол токсический гипервитаминоз, ол дұрыс емес. Енді дәл сол сияқты ағзаға кальций да түсіп отыру керек. Кальцийдің деңгейі жақсы болатын болса, D витамині жақсы түсіп тұратын болса, асқазан ішек жолдарыңыз жақсы жұмыс істейтін болса, онда жаңағыдай D витаминді, кальцийді, фосфаттар да бір-бірлерімен жақсы жұмыс жасап, сүйек тінін активна жақсы құрады. Бұл кезде рахит ауру пайда болмайды.
Егер сіздерде действительно ауыр рахит болатын болса, балада мысалы, онда жаңағыдай рахитті емдеудің әртүрлі D витаминін береміз. D витаминінің деңгейі бізде біріккен ұлттар остеопороз қоғамы бізде әртүрлі рекомендация ұсынады. Егер мысалы 6 айдан төмен бала болатын болса, егер рахит диагнозы қойылған болса, онда ондай балаларға 3000 международный единица D витамині берілу керек. Егер бала 6 ай мен 12 жастың ортасында болып рахит диагноз қойылатын болса, онда 6000 международный единица D витаминді қабылдау керек. Егер бала 12 жастан 18 жасқа дейін болатын болса, 10000 международный единица D витаминін қабылдау керек. Бұл дүние жүзінің жаңағыда остеопороз қоғамының жаңағыда есептеп берген единицалары. Оны да жаңағы статьялардан оқысаңыздар болады. Соңғы статьялар бөлісіп описанияға сіздерге ссылкасын тастап кетемін. Енді егер сіздерде жаңағыдай балада мысалы алатын болсақ, рахит дамыған болса, ол бала өте мазасыз болады, көп жылайды, тершең болады, сүйектері майысады, өспейді бойы деген сияқты көптеген клиникалық симптомдар болады. Сондықтан міндетті түрде анализдерін тапсыру керек, кальцийдің уровень, D витаминінің уровень тексеру керек, және балаға дұрыс тамақтандыру керек. D витамині жоғары тағамдар беру керек. Профилактикалық дозада бала туыла салысымен D витаминді біз беріп отыруымыз керек. Сол кезде рахит ауруы дамымайды. Және асқазан ішек жолдарында проблема болмау керек. То есть асқазан ішек жолдарына да біз жаңағыдай тексеріс жасап, лечение жасап отыруымыз керек. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын қызы. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, төменге комментарияға жаза кетіңіздер. Ауырмаңыздар. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, және бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.